Әдетте кей ата-аналар өзінің жүзеге асырылмай қалған армандарын баласы арқылы жүзеге асырғысы келіп тұрады. Соның кесірінен бала өзінің Тәңір тарапынан берілген өзінің қарым-қабілетін, өзінің арманын орындай алмай қалады да өзге адамның, яғни ата-анасының арманын жүзеге асырумен айналысып кетеді. Бірақ соңында артына үңіліп қарайтын болса, өзінің ешқандай ізі жоқ, яғни ол жерде өзі жоқ. Біреудің ол үшін құрып берген жоспары, біреудің арманы, біреудің мақсаты тұрады алдында. Соның кесірінен әдетте адамда болмыстың ыдырауы дейміз ба, болмыстың екіге жарылуы дейміз ба, сондай бір түсініксіз күй кешеді. Сондай болмас үшін жалпы педагогтың негізгі міндеті сол, жалпы ата-ананың да баланың алғашқы ұстазы ретінде міндеті сол. Баланың өзіне тән Тәңір тарапынан берілген қарым-қабілетін тауып, соны ашып, шыңдап, дамытуға бүкіл күшін салу ғой негізінен. Сол үшін де біз өзіміздің арманды емес, баланың өзінің арманын, өзінің қалауын, өзінің қарым-қабілетін ашып, сол бойынша дамып отыруына біз жағдай жасауымыз керек. Ал баланың қиялын ұшқыр қылатын, арманын асқақ қылатын нәрсе, ол қазақта негізінен қазақы аңыз-қисса мен ертегілер. Қазақы ертегілерді, аңыз-қиссаларды көп оқыған, естіген, тыңдаған бала арманшыл келеді. Содан кейін сол қол жетпес арманға, мақсатқа қол созып, өте таудай үлкен істерді атқарып та тастап жатады. Сол үшін балаларға көбіне осындай құндылықтарды оқытып сіңіре беру керек қой. Сол үшін мына отбасы хрестоматиясы қоғамдық қоры әлден эпосқа дейін деген кітап шығарған баяғыда, осыдан 10 неше жыл бұрын. Осының ішінде толған сондай аңыз, ертегі, қиссалар қаптап тұр. Соны шетінен алып балаларға да оқытуға береді. Мен өзім солай пайдаланамын. Сол үшін балаға туыласап, ағылшын, математика деп бала оған қабілеті бар ма, жоқ па қарамастан, ойбай балам айтишник болса болды, бүкіл әлемнің ақшасын қырып табады, болашағы керемет болады екен деп ойлап, кішкентайынан баланы сүйре бермеңіздер. Себебі бала деген, адам деген жалпы ол интеллектуал жаратылыс қана емес қой, интеллекттен ғана тұрмайды ғой. Оның рухани қабаты тағы бар. Соның да мұқтаждығын әдетте өтеп отыру керек ата-ана. Сол үшін дұрыс, бала білімді болу керек, білім алу керек. Бірақ баланың қарым-қабілеті де ескерілу керек. Соған сай дүниелерді балаға үйретіп, сол бағытқа қарай бұрып отыру ата-ананың міндеті. Сол үшін баланың интеллектін де, мына соматика денесінде және ноологика рухани қабатында қатар тамақтандырып, қатар дамытып отыруға ата-ана міндетті. Сол үшін құрметті ата-ана, баланы тек қана интеллектуал қыламын деп ұмтыла бермеңіз. Әуелі баланың рухани мұқтаждықтарын өтеп алайық. Сол себепті де баланы бағалаған кезде алған бағасына, оның IELTS-ына, ұбт-дан жинаған балына қарап емес, адамгершілігіне қарап бағалау керек негізінен. Сол үшін балаларға аңыз, ертегі, қиссаларды көбірек оқып берген дұрыс.